достар, бүгін біз дейтін енді ақтарға ловушка үйренетін боламыз. Бұны енді көбінесе блиццерға, пуляға істеуге болады, рапид пен классикаға кеңес бермеймін енді. Бірінші ақтар Е4 үйрет, бұлар Е5. Сосын конь F3 жүргеннен кейін, бұлар конь С6, сосын С4, сосын С5, итальянский партия болады, сосын Б4 жүресіңдер. Б4 жүргеннен кейін егер сонымен жесе, сіздер бүйтесіздер. Егер ол орнына қайтса, бұлай істейсіздер. Егер ол жесе, рокировка істейсіздер де, ол тағы жесе, ол кезде мына пешкене жейсіз ойындармен. Сол кезде ол корольмен жесе, біз былай шах береміз. Егер ол былай қарай кетсе, былай кетеміз. Міне. Одан кейін уже келесі ход сөйтеді. Мысалға былай бүйтіп қоясың. Қарасы, сол кезде бізде артықшылық, біз оларға бір пешке беріп қойсақ та, бізде развитие істелінген, аулада рокировка жоқ, развитие жоқ. Сонымен бұл көбінесе ақтарға победа алып келеді.